Түйме қыз. Ертеде бір әйел гүл құмырасына дән отырғызыпты. Көп ұзамай қызыл гүл бүр жарыпты. Әйел: «Қандай әдемі!» депті. Ол гүлді жұлып алса, кенет гүл ашыла кетеді. Жапырақшалары жайылыпты. Ішінде кішкентай қыз отыр екен. Ол жас әрі жарқын, және оның көзі үлкен болып. Ол сондай кішкентай. Себебі оның өлшемі жарты саусақтай. Бәрі оны түйме қыз деп атай бастапты. Әйел оны жаңғақ қабығына отырғызса, жастығы күлгін түсті, ал көрпесі раушан жапырақтар екен. Түйме қыз тыныш, жайбырақат өмір сүріпті. Бір күні түнде қыз ұйықтап жатқанында терезеден сұмпайы бақа кіріп келді. Ол қызды көріп былай депті: «Мына қыз сондай әдемі. Ол менің балама әйел болуы керек», деп қызды ұстап алып, терезеден секіріп, үйіне алып кетіпті. Бақаның ұлы да әкесіндей ұсқынсыз еді. Ол қызды көргенде «Квак, квак, квак» деп айқайлапты. Түйме қыз болса жылап жібереді. Келесі күні таңертең бақа әкесі екеуі түйме қызды лала гүлінің жапырағына отырғызып, үйленуге дайындық жасапты. Әдемі қызды бақаға тұрмысқа шығатынын естіп, өзендегі балықтар бұған ренжіпті. Олар жапырақ сабағын тістеп үзген екен. Якоры жоқ кеме секілді өзен ағынымен жүзіп кетіпті. Түйме қыз бақалар іздеп таба алмайтын жаққа ағыспен жүзіп кетіпті. Кейін ұшатын қоңыз қызды тауып алады. Ол төмен ұшып, қызды ағашқа алып кетіпті. Біршама уақыт өткен соң, басқа қоңыздар түйме қыздың сұлулығын көруге жиналады. Қоңыздар түйме қыз туралы: «Оның екі аяғы ғана бар. Ол сондай ұсқынсыз. Оған қоса мұртшасы да жоқ. Қараңдаршы, белі жіп сияқты жіп-жіңішке». Мұны естіген қоңыз райынан қайтып, ол түйме қызбен қалғысы келмей, оны тастап ұшып кетіп қалыпты. Жаз өте, қыс келе, түйме қыз қатты тоңып, ашыға бастайды. Жапырақтардың арасына тығылады. Жылы үйі де, көрпесі де жоқ еді. Тіпті жамылатын көрпесі де болмапты. Түйме қыз тоңғаны соншалық, ол жылы орын іздей бастапты. Бір күні ол тышқанның үйін көріп, есігін қағып, тышқаннан тамақ сұрапты. Себебі бірнеше күн бойы ештеңе жемеген еді. Мейірімді тышқан мұңайған. Бейшара түйме қызды үйіне кіргізеді. Оған тамақ пен су береді. Егістік тышқаны түйме қызға: «Сен сондай бейшара екенсің. Менімен бірге тұр», депті. Осылайша түйме қыз тышқанның үйінде тұрақтайды. Бірнеше күннен кейін тышқанның көршісі көр тышқан қонаққа келіпті. Оның барқыт қара костюмі өте әдемі еді. Тышқан түйме қызға: «Көр тышқанның көп үйі бар.
егер оған тұрмысқа шықсаң, өте бақытты боласың, депті. Бірақ бұл түйме қызды қызықтырмады. Себебі ол көртышқанды ұнатпады. Және оған тұрмысқа шыққысы келмеген еді. Бірақ көртышқанға түйме қыз қатты ұнады. Бірде ол қызды өзінің үйіне қонаққа шақырыпты. Жолда қыз тоңып жатқан қарлығашты көреді. Қарлығаш болса әлсіз жатыпты. Түйме қыздың көңілі түсіп кетеді, себебі ол құстарды қатты жақсы көруші еді. Түнде түйме қыз қарлығашты ойлап ұйықтай алмады. Ол орнынан тұра, жұмсақ жылы көрпе тоқып, барып онымен қарлығашты жауып қойған еді. Түйме қыз таңғала байқапты. Құстың жүрегі әлі де соғып тұр. Ол өлмеген екен. Тек суықтан есінен танып қалыпты. Көрпе жапқаннан кейін жылынып, сауға бастайды. Түйме қыз қуанып, оған су беріпті. Су ішкен соң қарлығаш: үлкен рахмет, сен мені құтқарып қалдың, депті. Қарлығаш өзін біреу жарақаттағанын айта, және оның дұрыс ұша алмай қалғанын, сосын ол жерге құлап кетіп, кейін не болғаны есінде жоқ екенін баяндап берді. Қарлығаш осында қыс бойы өмір сүрді. Түйме қыз оған күн сайын барып күтім жасап тұрды. Солай ол толық жазылып кетті. Ал тышқан мен көртышқан бұл туралы білмеген еді. Көктем келгенде, күн жарқырап сәуле шашқанында, қарлығаш ұшуға дайындалыпты. Ол түйме қыздан онымен бірге ұшқысы келмей ме деп сұраса, түйме қыз ұша алмайтынын айтып, егер солай жасаса, тышқанды ренжітіп алам деп қорқыпты. Өйткені тышқан оған мейірімді еді. Сөйтіп қарлығаш түйме қызды қалдырып, өзі ұшып кетеді. Бір күні көртышқан қызға ұсыныс жасапты. Ал тышқан оны қолдай, түйме қыздан оған жаңа киім тігіп беруін сұрапты. Түйме қыз жылап жіберіп, тышқанға көртышқанның әйелі болғысы келмейтінін айтыпты. Бірақ тышқан оның көртышқанға тұрмысқа шығуын талап етеді. Түйме қыз болса тышқанның қатты өзгергенін сезеді, және оған бұрынғыдай мейірімді емес екенін аңғарыпты. Той күні белгіленді. Күннің жылуын соңғы рет сезінгісі келіп, түйме қыз тышқанның үйінен шығып тұрса, бір дауыс естиді. Қараса, бұрын құтқарған қарлығаш екен. Түйме қыз оған: мен көртышқанның әйелі болғым келмейді. Мені бұл жерден алып кетші, депті. Содан кейін олар бірге ұшып кетеді. Түйме қыз қарлығаштың арқасына отырып, жылы елге жеткенше олар алысқа ұшады. Қарлығаш жеткенде түйме қызды ең әдемі гүлдің үстіне қондырады. Сіз кімсіз? Түйме қыз сол сәтте жылап жібереді. Шын мәнінде ол жерде әдемі ханзада отыр екен. Ол кейбір қыздардан биігірек еді. Сөйтсе ол гүлдер ханзадасы. Басына алтын тәж киіп алған. Иығында бір жұп қанаттары бар екен. Гүлдер ханзадасы оның келуіне қуанып, ол өз тәжін шешіп, оны түйме қыздың басына кигізе, түйме қыздан тұрмысқа шығуын сұрапты. Түйме қыз гүлдер ханзадасы оның шынайы махаббаты екенін сезіп, түйме қыз: мен келісемін, депті. Содан бері түйме қыз гүлдердің керемет патшайымы болды. Енді оны түйме қыз деп атамайды.
Түймеқыздың жаңа есімі бар. Барлық гүлдер оны ең әдемі Мария деп атайтын болыпты.